Сәлем, достар, қалайсыздар? Привет, друзья, как ваши дела? Кеше мен сіздерге қалай картоп қуыратынымды айтқанмын. Вчера я рассказала вам, как жарю картошку. Кеше мен сіздерге қалай картоп қуыратынымды айтқанмын. Бірнеше адам қуырылған картоп зиян деп жазған. Несколько людей написали, что жареная картошка вредна. Бірнеше адам қуырылған картоп зиян деп жазған. Мен сіздермен келісемін. Қуырылған картоп денсаулыққа зиян. Жареная картошка вредна для здоровья. Қуырылған картоп денсаулыққа зиян. Бірақ анда-санда жеп тұруға болады. Но можно есть иногда. Бірақ анда-санда жеп тұруға болады. Мен тамақ туралы осылай подкаст жасағым келген. Я хотела сделать такой подкаст про еду. Мен тамақ туралы осындай подкаст жасағым келген. Негізінде мен тамақты күшті пісіремін деп айта алмаймын. На самом деле, я не могу сказать, что очень хорошо готовлю еду. Негізінде тамақты күшті пісіремін деп айта алмаймын. Көбінесе салат жақсы дайындаймын. В основном хорошо готовлю салаты. Көбінесе салат жақсы дайындаймын. Кейбір кезде торт пісіремін. Иногда пеку торты. Кейбір кезде торт пісіремін. Кейбір кезде торт пісіремін. Неге екенін білмеймін. Басқа тамақтарды пісірген кезде ешкім жемей қояды. Не знаю почему, когда я готовлю другие блюда, никто не ест. Неге екенін білмеймін. Басқа тамақтарды пісірген кезде ешкім жемейді. Пісірген тамағымды жеп көрсем, өте дәмді сияқты көрінеді. Когда я пробую еду, которую приготовила, кажется, что очень вкусно. Пісірген тамағымды жеп көрсем, өте дәмді сияқты көрінеді. Тек бір рет інім маған өте дәмді болыпты деп айтты. Только один раз мой младший брат сказал, что получилось очень вкусно. Тек бір рет інім маған өте дәмді болыпты деп айтты. Өте дәмді, бірақ мынаның бәрін жей алмаймын деп айтты. Очень вкусно, но я не могу все это съесть, так он мне сказал. Өте дәмді, бірақ мынаның бәрін жей алмаймын деп айтты. Солай, достар. Вот такие дела, друзья. Келесі көріскенше. До новых встреч!